Біз арнаулы салық режимдерін реформаладық. Бұл кодекс жобасының ең көп талқыланатын мәселелерінің бірі. Арнаулы салық режимдерді айтарлықтай оңтайландырылады, нәтижесінде олардың үшеуі ғана қалады. Олар қазір жетеу. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін жаңа жеңілдікті режим. Екінші, оңайтылған декларация негізінде арнаулы салық режимі. Үшінші, шаруа және фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі. Енді орта және шағын бизнеске арналған арнаулы салық режимі туралы. Енді ол оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі деп аталады. Кіріс лимиті қазіргідей 600 000 айлық есептік көрсеткіш болып сақталады. Жылына 2,4 миллиард теңге қызметкерлер саны бойынша шектеулер алынып тасталады. Мөлшерлеме 4% және оны мәслихаттар 50%-қа дейін төмендетуі мүмкін. Үкімет режимді тек белгілі бір қызмет түрлеріне қолдануды ұсынды және басты шарт тек B2C операциялар. Бұл ретте B2B операциялары арнаулы режим шеңберінде ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Егер жалпыға бірдей белгіленген режимде жұмыс істейтін салық төлеуші тауар немесе қызмет арнаулы режимшіден сатып алса, онда оның мұндай шығындарды шегеруге құқығы жоқ. Қызмет түрлерінің санын үкімет реттейтін болады. Осылайша үй жанындағы дүкендер, шаштараздар және халықпен жұмыс істейтін кәсіпкерлер осы шарттарға сәйкес келеді және қосылған күн салығын төлеуші болмайды. Оларға қорқуды қажет жоқ.